Қайырлы күн достар, бүгін біз хит салаттардың бірін жасаймыз. Бұл салат кез келген мерекелік дастарханның көркін ашып тұратынына сенімдімін. Өте пайдалы әрі әдемі. Қажетті заттар: салат жапырақтары, сүзбелі ірімшік, апельсин, қызылша, бетіне грек жаңғақтары, бальзамикалық крем және песто тұздығы. Алдымен салат жапырақтарын осылай қолмен бөліп шығамыз. Оны пышақпен турауға болмайды, себебі тез қарайып кетеді. Осындай ірі ғып қолмен турап аламыз. Сонан соң жарты шай қасық песто тұздығын қосып, жақсылап араластырамыз. Тұздық араласқан жапырағымызды салатты жинайтын ыдысымызға жазып, осылай салып шығамыз. Оның үстіне қызылшаны турап саламыз. Барлық ингредиенттерді осылай үрлеу етіп тураймын, солай әдемірек көрінеді. Туралған қызылшаларымызды біртіндеп алып, осылай салат жапырақтарының үстіне барлық жеріне бірдей етіп орналастырып шығамыз. Енді апельсинді дәл солай үлкен ірі қылып тураймыз. Түсі өте әдемі болады. Енді осы туралған апельсиндерімізді алып, дәл қызылша сияқты етіп, салат жапырақтарының үстіне бір келге етіп орналастырып шығайық. Ендігі кезекте бізде сүзбелі ірімшігіміз. Оны осылай үлкендеу етіп, 2 қасықпен жақсылап оны да қойып шығайық. Түсі өте әдемі болады салатымыздың. Және жасалу жолы да өте оңай. Дәмі тіл үйіретін салат болып шығады. Салатымыз дайын. Енді бетін бальзамикалық креммен әсемдеп шығамыз. Ең соңында грек жаңғақтарын осылай қолмен бөліп, бетіне салып шықтым. Сіздер алдын ала майдаласаңыздар да болады. Сонымен қоса, басқа дәннің түрін қосуға да болады бетін әсемдеуге. Міне қараңыздар, қандай әдемі салат шықты бізде. Дәмді, әдемі, сонымен қатар жасалу жолы да оңай. Ас болсын!